Мен Игілік Нұрайым Амантайқызы. Ұлытау облысы Жезқазған қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалының оқырманымын. Абай ұлы даланың дара данышпаны атты 16-шы Абай оқулары аясында өлең сөздің патшасы номинациясы бойынша қатысып отырмын. Абай, көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық, қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ, мейір ғанып, мәз болып қуанарлық. Байлар да мал қызығын біле алмай жүр. Жаз жіберіп күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күндер ұлатып, үз жоғалтып, аза менен ыржырып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр. Қолдан беріп, қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топта таңған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілер де ісіне қуанбай жүр. Ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан, аш бақа күпілдіктер, кісекең деп ұлылықтан ұялмай жүр. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр. Одағы ұрығарды тыя алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телетентек, жаза тартып, ешбірі сұралмай жүр. Қарындас қара жерге тығалмай жүр. Бірінің бірі сөзін құп алмай жүр. Құда тамыр, дос жаран, қатын балан, олар да бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті, көптен текті жыға алмай жүр. Іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілдіп жаз жайлауға қона алмай жүр. Күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстауын қып-қызыл ол бір бәле, оралып ешбір шаруа оңа алмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр. Сұрамсақтар нәпсісін тыя алмай жүр. Сәлем борыш, сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз болып сыналмай жүр.